Олар көпшілік демалғанда жұмыс істейді. Мемлекеттік мерекелер мен концерттер өнерпаздар үшін әдеттегі жұмыс күні. 2013 жылдың 21 мамырынан бастап мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні мерекеленеді. Оны Қазақстанның барша өнер мәдениет қызметкерлері атап өтеді. Осы күні мәдениет және өнер саласының қызметкерлеріне жылы лебіздерін мен алғыстар айтылады. Өйткені рухани байлықты дамытуды және мәдени дәстүрдің дамуы мен сақталуы ісіне қосқан мәдениет саласы қызметкерлерінің үлесі орасан зор. Мерекеге орай арнайы шаңырағымызға қонақ ретінде мәдениет саласының қызметкері, әнші, өнер десе ішкен асын жерге қоятын мәдениет үйінің директорының орынбасары Қасым-Жомарт Тоқаевтың халық алғыс медалімен, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, облыс әкімінің алтын қобыз иегері, облыс және аудан әкімінің құрмет грамотасының иегері Ләззат Нұрлан қызы келіп отыр. Қош келдіңіз, Ләззат Нұрлан қызы. Алғашқы сұрағымыз, өмірдегі осы өнер жолына қалай келдіңіз? Сол жайлы баян етсеңіз. Хош көрдік сіздерді. Алдында осылай келіп сұхбат алып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Біріншіден осы Жаңаарқа ауданының жалпы мәдениет саласын келе жатқан мерейтойымен, мәдениет күнімен құттықтаймын. Бәрілеріне үлкен сахнада биік шыңда көріне беруге Алла нәсіп етсін. Ал енді егер де жаңағы сұрағыңызға келетін болсақ, негізі өнерге мен өзім бізде Жаңаарқа ауданында 1986 жылы Қорлан Асылбековна, Мұхатова Қорлан Асылбековна, үлкен руководитель, би тобының жетекшісі Жаңаарқа ауданына келін болып келеді. Содан ол кісі осындай әдемі Балдәурен деген үлкен топ ашады. Сол топқа ең бірінші оқушы болып келген, биші болып келеді. Содан 86-тан біз әрі қарай биімізді жалғастырдық. 93 жылы мен мектеп табалдырығын бітіріп, 93 жылы енді шынымды айтайын, мектеп бітірісімен 16 жасында мен бірінші медицина саласына оқуға түскен. Негізі. Бірақ та өнер жолын мен бірақ білгем. Өнер жолы ол менің жолым екенін, мен өнерді тастай алмайтынымды, бірақ әке-шешемнің кішкене бір өздерінің сұранысы болды, сондай соған қарап барып едім медицина саласына. Сөйтсем ол менің қолым емес екен. Сентябрь айында барып оқуға бірінші 1-2 ай оқығаннан кейін мен өнерге қайттан баруым керек екенін біле тұра, оқуымды тастап медицина саласын мен осы міне өзіміздің жаңағы мәдениет үйіне осы Балдәуренге жетекші болып тұруға жұмысқа келдім. Ол кезде біздің жаңағы Қорлан Асылбековна біздің жетекшіміз семьялық жағдайына байланысты көшіп кеткен болатын. Ол Балдәуренге ол кезде жетекші болмай қалған. Енді ол заманда бізде не қарамайды екен. Образование, диплом сұрамайтын заман болды да, біз сосын келдік та, мен 93-тің ноябрь айының 15-інде келіп жұмысқа шығып, приказым шыққан күні, ол кезде мәдениет үйінің бастығы біздің Тілеухан Мұхамеджан ағамыз болған. Сол кісі мені жұмысқа алған болатын. Ол кезде 16-тан ғана жаңа асқан қыз едім. Рахмет. Содан міне мәдениетте келе жатырмын. Енді есептесеңіздер 31 жылға келді биыл. Содан енді әрі қарай мен енді оны әрі қарай осы салаға келгендіктен мен уже оқуын оқыдым, оның бір емес 3 дипломын алдық. Одан кейін мен арасында өнер культурасын факультетін оқыдық, университетін бітірдік. Одан кейін маған енді керек болар деп заңды да бітірдім, юридический дейді ғой, енді оны да высшийін бітіріп алдым. Сөйтіп ештемеден қалған жоқпыз, Аллаға шүкір. Бір колледж, 2 университет бітірген дипломым бар қазіргі салада. Енді қазіргі енді жұмысымда жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, ең басында жаңағы Балдәурен үлгілі бишілер тобының жетекшісі болдым. Одан кейін 2011 жылы көркемдік жетекшіге ауыстым. Одан кейін көркемдік жетекшіден мені 22 жылда, 21-дің аяғы, 22-дің басында осы директордың орынбасары болып сайландым. Рахмет. Белгілі ауданымыздың мәдениет саласының қызметкері әнші Сыздықов Жалын ағамызбен қалай таныстыңыз? Бір шаңырақтан 2 өнер иесі болу қиын емес пе? Жалынмен өнер жолында таныстық. Ол кісі жаңағы Жанаталап ауылынан өнер жолында және де Пришанс кезінде өнер жолында жұмыс істеп, сол кезде келіп осы мәдениет үйіне жұмысқа орналасқан 2001 жылы. Сол кезде екеуміз 2002-ның қаңтар айында міне отбасы болып қосылдық. Құдайдың берген 2 ұл қызымыз бар. Балаларымыз, ұлдарымыз университет бітіріп жұмыс істеп жатыр. Қызымыз 5-ші класста оқиды. Ал енді қазірде міне жаңағы екінші сұрағыңызға келетін болсақ, өнер жолында жүру оңай ма? Өнер жолында жүру оңай емес, өнер жолында жүру өте қиын. Өйткені өнер адамдарына ең бастысы бірін-бірі түсінушілік керек, сосын қолдау керек. Енді оның ауыр жағдайлары болды, қиын жағдайлары болды. Біз осы міне қазіргі жалын екеуміздің жетіп жатқан жетістігіміздің бәрін оңайшылықпен келген емес, оның бәрі еңбек бағаланады деп ойлаймын. Әрқашанда еңбек ешқашан шетеш қалмайды, тыста қалмайды. Бұның бәріне сыншы да, бұның бәріне жауап беретін және де халықтың арқасында, бірінші халықтың арқасында болып отырған жетістігіміз деп ойлаймыз. Рахмет. Өнер иесіне деген сұраныс қаншалықты деп ойлайсыз қазір? Өнер қызметкерлерінің көңіліңіз тола ма? Енді өнер иесі деген негізі енді мәдениет, ол сіздер білесіздер, иә, бізде мәдениет, спорт, бәрі бір сала болғандықтан біз Қазақстанымызда өзіміздің өнерімізбен арқылы танытамыз. Алыстан біреу келсе, президентіміз келсе, кім шығады алдына?
өнер адамдары шығады, әнін айтады, биін көрсетеді, өзін таныстырады. Сондықтан спорт пен өнер бірге болғандықтан әрқашанда танытатын өнер де спорт та деп ойлаймын. Ал енді қазіргі сұранысқа ие дейсіз ба, қазіргі заманда негізі мынау 90-шы жылдары біз жұмысқа тұрып жатқан кездері өнерге деген сұраныс негізі қатты бола қоймайтын. Ол кезде біз, например, енді міне жұмысқа тұрып жатырмын дедім ғой, хореографияға. Сол кезде ол заманда кішкене ол уақытта түсінік былай болатын да, билейтін адам ол болашақта қалай отбасы болады, ол болашақта қалай әйел болады. Енді үлкен адамдар оны серьез принимать етпейді ғой, түсіне қоймайды. Ал қазіргі заманда мен ойлаймын, уже бұның бәрі түсінікке кірген дүние, өйткені ол биші болдым екен деп ол басқа жұмыстан тыс қалмайды. Өнер адамы қай салада болса да, ол үйінде әйел де бола біледі, бүкіл шаруаны да істей біледі. Ол өнер адамы болған жаңа жолы қиын деп отырған соң ғой, әртүрлі түсінікпен болады адамдардың, бірақ бұл әр адам өзіне байланысты, жүруі, тұруы, істейтін шаруасы оған үлгеруі. Ал енді қазіргі заманда өнерге, өнерде бізде міне қазірдің өзінде мәдениет үйінде біз іздеп отырған болашақта бітіріп келетін жас мамандар іздеп отырмыз. Бізге қазір осы жерге қобызшы керек болып отыр, бізге мықты режиссер керек болып отыр, бізге қазіргі салада мен балдәуренді ары қарай Гүлдана бишіміз жалғастырып кетсе де, бірақ семьялық жағдайына байланысты, шамалы бір жарты ставкаға түсуіне байланысты бізге тағы да оны ары қарай алып кететін тағы да бір хореограф іздеп отырмыз. Сондықтан қазіргі заманда ол да өте тапшы деп ойлаймын. Өйткені көбінесе қазіргі жастар заманына қарай оқу бітіреді да ауылды жерлерге, мен ауылдымыз деп айта алмаймын, үлкен ауданымыз бар, бірақ келгісі келмей көбінесе қалада қалса, өйткені олардың қосымша табыстары бар ол жақта. Жаңа тойға шығады, басқа да жұмыстар істейді. Бізде енді кішкене ол келгеннен үймен обеспечитетіміз керек, үймен. Сондықтан сол жақтарына кішкене қиналамыз. Рахмет сізге. Сыр елі, жыр елі атанған Жаңарқа өлкенің өнерін өркендетуге қандай жұмыстар жүргізілуі керек деп ойлайсыз? Енді біздің Жаңарқаны таныту үшін біз енді мәдениет саласында өзіміз бізден шыққан үлкен тұлғалар көп, әртүрлі. Біз енді ол кісілердің атынан үлкен жобалар жасап жатамыз. Біздің Жаңарқадан шыққан енді білесіздер, Игілік Омар ағамыздан бастап, анау Ақселеу ағаларымыз, біздің Қорабай Есенов ағаларымыздың өзі бір бөлек тұлға да, ол кісілерді біздің қасымызда жүрген, күнделікті көріп жүрген біздің керемет өнер иесі, бірақ сыртқа шыққанда ол кісіге танысанып, сол кісінің бір болсын несін алғысы, автографын алғысы келетін адамдар өте көп, өте мықты адамдар. Қайрат ағамыз, Қайрат Байбосын ағаларымыз қандай халық әнін өнерін көрсеткен, дамытқан, Қарағойшы Мұхамедин ағамыз халық әнін нағыз бұрынғы анау айтады ғой, нағыз. Біз қазір заманда бұрынғы радиодан естиміз да, ой керемет, бұрынғы әншілер қараңызшы қандай мықты, ешқандай оқу бітірмеген таза дарын ғой, сондай адамдар, керемет адамдар болған. Біздің міне күй саласында қазір күй өнеріндегі Тілеухан Мұхамеджан ағаларымыздың бір тартқан күйлері қандай керемет. Осы кісілердің бәрін бүкіл өнерімізді дамытып, ары қарай осы кісілерді танытудың өзі біз үшін бір керемет үлкен тұлға деп ойлаймын. Сондықтан мынау Бекболат ағаларымыздың өнерлерін білесіздер. Міне сахна үлкен Қазақстан, бүкіл Қазақстанды танытып жүрген Қарақат Абидин әсемдеріміз. Сондықтан бәрі біздің Жаңарқамыздан шыққан, қуанамыз, мақтанамыз. Одан кейін біз осыдан 2021 жылы Мәдени мұра деген бір үлкен әдемі деректі фильм жасадық. Біздің мәдениет үйіндегі Еркебұлан деген бірге әріптесімізбен әдемі бір кино болып шықты деп айта аламын. Мәдени мұраны ол өзінің нақты проектім болғанда, ол кезде аудан әкімі біздің Бюржан Асаналы болған, ол кісінің алдына барып осы проектін ұсынғанда мен түсіндірдім, қазіргі заман аясына қарай жүретін болсақ, қазіргі заманда енді өтірік емес, балалар шамалы кітап оқымайтын балалар бар, YouTube, TikTokқа кіріп кеткен балалар, сондықтан YouTube арқылы хотя бы документальный фильм қылып, мынау балалардың сабағына, музыкальный сабағына, ән сабағында осыны дәріптеп көрсетіп, біздің Жаңарқадан шыққан керемет тұлғаларымызды көрсетейікші, осы арқылы танытайықшы. Өйткені балалар бар, бізден жаңағы біздің үлкен тұлғаларымыз танымайтын, біздің Жаңарқадан шыққандардың, сондықтан бір үлкен әдемі кино жасағанымыз бар, 4 сағаттық, оның ішінде біздің Жаңарқадан шыққан бүкіл өнер майталмандары, сыртта жүрген, іштегі бүкіл киносын түсірдік, Ержан ағамыз қолына тапсырдық, әкіміздің ол кезде. Сондай бір әдемі кино жасағанымыз бар, осылай танытып жатырмыз әліміздің. Рахмет сізге.
Енді қорытындылай келе, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сіздерге отанымыздың бай әрі көрнекті мәдени құндылықтарын дәріптеп, байыта түскен жеріңіз үшін шексіз алғыс білдіреміз. Ләззат Нұрланқызы, алтынай уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сыр сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет сізге. Рахмет, әмин. Сіздермен бүгін осындай бізді сұрақтарыңызға жауап бергенімізге біз де қуаныштымыз. Келдіңіздер, әрқашан жұмыс істеуге дайынбыз. Рахмет сізге, көп сау болыңыздар.